Қайырлы күн баршаңызға достар. Бүгін сіздермен бірге өте дәмді дымлама жасайтын боламыз. Ешқандай су құймай-ақ, етімізді қуырмай-ақ, өте дәмді дымлама жасайтын боламыз. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Бізге қажетті ет қажет болады: картоп, қызанақ, аскөктер және де болгар бұрышы, пияз және де сарымсақ және де қырыққабат сәбіз қажет болады. Ең әуел астына сұйық майымызды құйып, мен қабырғаларды салып алдым ең астына. Содан соң ұсақтап туралған еттерімізді үстіне қойып шығамыз. Оның үстінен дөңгелек етіп туралған пиязымызды орналастырып шығамыз. Мен 2 үлкендеу пияз қолдандым. Пияз өте көп болды, әрі дәмді болып шығады. Осылай үстінен пиязды орналастырып шығамыз. Содан соң дәміне қарай тұз, паприка және де кез келген дәмдеуішті қолдансаңыздар болады. Мен ет пен пияздың үстінен саламын, сонда дәмі жақсы шығады. Содан соң сәбіздерді осылай дөңгелек етіп кесіп, сәбізді де саламыз. Содан соң болгар бұрышын барлығын осылай кесіп дайындап алдым. Және де картопты бүтіндей салдым. Өйткені осылай өте әдемі әрі жақсы пісіп шығады. Картоптарды толығымен орналастырып, 3-4 сарымсақты қойып шықтым. Және де үстінен 40 қабатты осылай қойып шығасыздар. 40 қабатымызбен өте дәмді болып шығады. 40 қабатты орналастырып болған соң, бетіне жауатын алып қаламын. Осы сәтте үстінен қызанақты 4-ке бөліп, 3 дана қызанақты орналастырып салып шықтым. Және де аскөкті дәл осылай ірі күйінде саламын, өйткені дәм береді. Балалар ұнатпайтын болғандықтан піскен соң дәл осылай алуға өте ыңғайлы. Және де осылай 40 қабаттарымыздың жапырақтарын толығымен барлық жерін жауып шығамыз. Сонда жақсы бұқтырылып әдемі болып піседі. Және де үстінен осылай тағы да аскөк салып жібердім. Және де лавр жапырақтарын 5-6 данасын салсаңыздар, өте керемет дәм беріп шығады. Ешқандай да су құймаймыз, өзінің суығы шығып, өте әдемі әрі сочный болып шығатын болады. Қақпағын жауып, 1,5 сағат немесе 1 сағат 20 минут көлемінде баяу отта пісіріп аласыздар. Міне менде 1,5 сағат тұрды. Осылай жаңағы үлкен укроптарымызды, аскөктерімізді алып тастадық. Дәм берді, сол себепті оны қолданудың қажет жоқ. Және де бетіндегі 40 қабаттарымызды ыдысымызға орналастырып, қалғанын жақсылап араластырып аламыз. Қараңыздар, ешқандай сусыз, өзінің соғы, суы шығып, өте керемет әрі дәмді болып шықты. Енді осылай картоптарды, еттерді салып орналастырамыз. Осымен біздің өте дәмді әрі сулы болып шығатын, қазанға салсаңыз болғаны өте керемет болып шығатын дымламамыз дайын. Міндетті түрде дәл осы тәсілмен жасап көріңіздер. Сіздерге видео ұнаса, міндетті түрде менің каналыма лайк басып, тіркеліп қойды ұмытпаңыздар. Назарларыңызға үлкен рахмет. Сіздермен болған ләззат.